Саламатсыздар ма балалар? Тоғызқұмалақ ойынын бастаймыз. Өз жағыңыздағы отаулардың бірінен біреуін орнына қалдырып, қалған құмалақтарды қолға алып, солдан оңға қарай бір-бірлеп таратамыз. Тарату сәтінде құмалақтар өз отауларымыздан асып кететін болса, қарсыластың отауына таратамыз. Егер соңғы құмалақ қарсыластың тақ санды құмалағы бар отауына түсіп, ондағы құмалақтарды жұп қылса, сол отаудағы құмалақтар ұтып алынып, өз қазанымызға салынады. Мәселен, ойын басындағы тақтадағы алғашқы жағдайда бастаушы нөмір 7-ші отаудағы 9 құмалағын таратса, соңғысы қарсыласының нөмір 6-ші отауына барып түседі де, ондағы 9 құмалақ соңғы құмалақпен 10 болып ұтып алынады және қазанға салынады. Бұл табысты жүріс болып есептеледі. Сол кезде тақтада төмендегідей жоғарыдағы тақтадағы жағдайда қостаушы нөмір 9-ші отаудағы 9 құмалағын таратса, соңғысы қарсыласының нөмір 8-ші отауына барып түседі және ондағы 10 құмалақ соңғы құмалақпен 11 болып орнында қалады. Отауда жалғыз құмалақ қалса да көрші отауға жүруге болады. Ескерту: жүріс жасаған кезде отауларға құмалақ салмай немесе 2-3 құмалақ бөліп алып жүруге болмайды. Бір құмалақ қалдырып, басқасын толық алу керек. Тоғызқұмалақ ойынның негізгі 4 ережесі бар. Жүріс жасау ережесі, құмалақ ұту ережесі, тұздық ережесі және атсырау ережесі. Жүріс жасау үшін өз жағыңыздағы отаулардың бірінен біреуін орнынан қалдырып, қалған құмалақтарды қолға алып, солдан оңға қарай бір-бірлеп таратамыз. Егер соңғы құмалақ қарсыластың тақ санды құмалағы бар отауына жүріс жасаған кезде отауларға құмалақ салмай немесе 2-3 құмалақ бөліп алып жүруге болмайды. Бір құмалақ қалдырып, басқасын толық алу керек. Міне балалар, тоғызқұмалақ ойынның негізгі ережелерін басшылыққа ала отырып, ойынды үйренулеріңізге болады.